ағайын, бұл апталық шолу бағдарламасы. Осы апта қуанышты жаңалықтарға толы болды. Атап айтсақ, мектебіміздің намысын қорғаған футболистеріміз аудандық жарыста бірінші орын алды. Бұдан бөлек 9 сынып оқушылары зияткерлік ойында жеңімпаз болды. Осы және басқа да аптаның маңызды оқиғалары туралы алдағы уақытта айтатын боламыз. Сейсенбі күні мектебімізге аудандық полиция бөлімінің инспекторлары келді. Олар 1 және 4 сынып оқушыларына жолда жүру ережелерін түсіндірді. Толығырақ Аружан Қожахметованың бейнематериалында. Бұл жаяу жүргіншілер жолағы. Оны кесіп өтпес бұрын жаңа мұқият қарап болған жөн. Егер де ешқандай көлік болмаса, немесе көліктер тоқтап сені өткізіп жатса ғана жолды кесіп өтуіңе болады. Міне, осындай қарапайым ережелерді сақтағаннан соң қауіп-қатерден сақ боларсыз. Әсіресе кәмелеттік жасқа толмаған балаларға жол ережесін біліп жүру өте маңызды. Осы мақсатта біздің мектепке Қызылжар ауданы бойынша кәмелетке толмағандар жөніндегі инспектор полицияға лейтенанты Жамбыл Какжанов пен әкімшілік инспектор полиция капитаны Марат Әбішев келіп, арнайы дәріс өткізді. Олар 1 сынып оқушыларына жолда жүру ережелерін көрнекі түрде түсіндіріп берді. Бүгін нөмір 3 Бескөл мектебінде республикалық жедел іс шарасы балалардың жолда жүру қауіпсіздік бойынша 1 және 6 сынып оқушылар арасында дәріс өткізілді. Дәріс өткізу себебі барысында жолда жүру ережесі және қауіпсіздік ережесі және автокөлікте отырғанда қауіпсіздік ременін тағу және басқа да қауіпсіздік ережелерін сақтауды түсіндірдік. Оқушылар қонақтарды өте мұқият тыңдап, сұрақ-жауап алмасты. Содан соң инспекторлар бастауыш сынып оқушыларын қоғамдық көлікте жүру және өздерін ұстау тәртіптерімен таныстырды. Марат Амангелдіұлы балаларды автобуста міндетті түрде мұқият болуға, ешқашан бір-бірін итеріп ойнамауға шақырды. Себебі көлік шұғыл тоқтап қалса, әртүрлі жарақаттар алу қаупі барын ескертті. Сонымен қатар инспекторлар жаяу жүргінші жолағын қалай кесіп өту керек екендігін оқушыларға өздері көрсетіп және түсіндіріп берді. Сейсенбі күні футзалдан ұлттық мектеп лигасының аудандық іріктеу кезеңі өтті. Оған 7 және 8 сынып оқушыларынан құралған барлығы 8 команда қатысты. Біздің мектептің аяқ-доп шеберлері топтық кезінен 1 орынмен шықты. Плей-офф кезеңінде де қарсыласша келтірмеді. Нәтижесінде лайықты түрде 1 орын алды. Енді олар аудан намысын облыстық кезеңде қорғайтын болады. Біз оларға тек жеңіс тілейміз. Ақпанның 14 мен 18 аралығында мектебімізде мейірімділік туралы мақал-мәтелдер жинағы тақырыбында 2 тілде көрме ұйымдастырылды. Оған бастауыш сынып оқушылары белсене қатысты. Олар өз қолдарынан шығарған кітапша, буклеттер жасап, ішіне сүйікті мақал-мәтелдерін жазып қалдырды. Шараның мақсаты адам бойындағы мейірімділік секілді асыл қасиеттерді бағалай білуге тәрбиелеу. Бейсенбі күні 9 сынып оқушылары аудандық кітапханада ұйымдастырылған IQ Battle интеллектуалды брейринг ойынына қатысты. Ол Қазақстан жастар күніне орайластырылды. Жарыс 5 турдан тұрды. Ұйымдастырушылар логикалық сұрақтарға негізделген әртүрлі қызықты тапсырмалар әзірледі. Біздің мектептің 9 сынып оқушылары өз командасын сәттілік деп атады. Атына заты сай, оларға сәттілік серік болып, әр турда тапқырлықтарын танытты. Осылайша мектепке жеңімпаз кубогы мен грамота және басқа да естелікке сыйлықтар алып келді. Құттықтаймыз! Жұма күні Еркін ой дебат клубының жетекшісі Фархат Өзбекұлы дөңгелек үстел өткізді. Оған клуб мүшелері қатысты. Жиын барысында Фархат ағай оқушыларға дебат дегеніміз не және ол не үшін керектігін айтты. Ойынның ережелерімен таныстырды. Аптаның маңызды жаңалықтары осындай. Сіздермен болған Амина Досан. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.